Ал армысыздар қазақтар, қайырлы жексенбілер, демалыстарыңыз сәтті өтіп жатыр деген ойдамын. Мен енді фбрлікте болғаннан кейін осы топтамаға қатты қызықтым. Жаңа жылдық каталог қаңтардың 1-нен басталды. Сол қашан басылады деп әйтеуір қолым жетті. Ұнтақты ашып байланып кеттім. Қазір көрсетем. Мынандай ұнтақ екен. Мына қасығын бөлек алам. Бөлек сатып алғам деген ғой. Иісі деген енді кәдімгі мынандай кореялық бір саябаққа түсіп кеткендей болады. Суян дейді, енді мынау кәрісше түсінетіндер біліп айта жатар. Бұл дақ кетіргішімен бірге жүреді. Мына жерде түрлі түсті киімдерге мен алдым да. Тағы универсалды түрі бар, көк түрі. Мына жерде кетті қақпақ. Комплексті жуат дейді. Мына мен тағы неше түрлі заттарды жуып тастауға болады екен. Мына жақта енді сол кәрісше түсінетіндер енді болса пікір жаза кетіңіздер. Кәрісше экстракттар кірген дейді. Мынандай бір жеміс па, жидек па, бірдеменің суретін салып қойыпты. Енді не үшін фбрлік, өйткені ұнтақтың көп нәрсесін салудың қажет жоқ. Бір қасығының жартысынан, азынан да салсаңыз, кәдімгі иісі де, ненде керемет жұп шығады. Қақпағы түсіп қалған бұл дақ кетіргіш. Бұны қай күн бір маймен еді массаж болғаннан кейін жайлықтардың бәрі май болып кетеді. Менде соны кетірейін деп қайнаған суға салып көрген ғой. Жібіттім, бірақ мен шараға. Ыстық суға кәдімгідей жоқ қылып тастады майлардың бәрін. Бұл да сондай бір несімен екен болар. Ұқсашы гүлдердің бәрі. Мынау кондер. Бұны енді иісі қатты. Мынандай бір сұйықтық. Мына жақта әппақ па, сонда бірдеме. Қазір жарайды. Бұл да қақпағынан жартысын салады деймін. Иісі енді үйдің бәрін алып кетеді. Мынау дұшуатын, бұл жерде кішкене мынау нероли мен гибискус, мынау комбат пен паттайя дейді. Бұның маған ұнағаны мынау басқышы. Губкаға кішкене алам да, жуа берем. Сол, білмеймін. Көңілден шықты, ұнады. Мынау дақ кетіреді, мынау кәдімгі керемет енді иісі. Мынау несі енді әлемді жарады. Мынау да кәдімгідей шығарылатып тұрады, ыдыстарды жылтырлатып. Сол бүгінге осындай шолу.